соның алдын алу керек бізге. Қалай алдын аламыз? Қазір осы видеоны көрсетемін. Соны дейін көріңіздер. Мысалы мен мына ноутбукқа заказ беретін болсам, мына жерден сатып алу дегенді басамыз. Сатып алу дегенді басқаннан кейін мына жерде қазақстанский адрес автомат түрде шығып кетіп жатыр, көрдіңіз бе? Яғни біз бұл жерге каргоның адресін енгіздік, бірақ бұл жерде автомат түрде тікелей мынандай Pinduodu'нun ұсынған карголарының адрестері шығып жатыр, яғни қазақстанский адрес. Ал бізге заказ беру керек бұл ноутбукты Қытайдың каргосына, яғни карго арқылы алдыру керек болады. Ал бұл жерде мына жерде көрсетілген карголар жаңағы 786 экспресс тағы басқа жаңа пост дегендер ноутбук деген тасымалдамайды бар. Егер сіз осыған заказ беріп жүрсеңіз, тауарыңыз автоматты түрде ваучарт болады. Яғни складқа жетсе, Қытайдың складына жеткен кезде бұны қабылдамай қайтарып жібереді. Сондықтан міндетті түрде кез келген затты тапсырыс бермес бұрын осы адрестің белгісі тұр мына жерде. Мына жерді басып көріңіздер, қандай адрес тұрған сатып алмастан бұрын. Сосын барып, егер сіз осы адреспен дұрыс заказ беріп жатқан болсаңыз, ары қарай сатып алуды баса бересіз. Ал енді бұл жерде сіздің адресіңіз емес, осылай қазақша адрес тұрған болса, қазақстанский, онда каргоның адресін ауыстыру керек болады. Қана басамыз оның үшін, өзгерту үшін. Бізде бұл жерде карголардың тізімі келіп шығады. Осы жерде сіз қай каргомен заказ беріп жатсыз, яғни арнайы сондай электроника тасымалдайтын каргоның адресін енгізу керек болады осы жерге. Сол адресті енгізгеннен кейін сол адресті таңдайсыз, яғни сол каргоның адресін, складтың адресін таңдап, соны басып ары қарай заказ бересіз. Мысалы менде ана кнопканы жерге қоямыз, яғни қызыл жерге қоямыз. Сосын өзгерді автомат түрде, міне Қытай адресіне өзгерді. Енді ары қарай сатып ала берсем болады, мына затты сатып алсам осы карго арқылы келетін болады. Яғни каргоны мен алдын ала ескертіп, зат тапсырыс беріп, міндетті түрде тексеріп қабылдап алуым керек. Мен бұл жерде төлем түрін Alipay арқылы төлеймін. Өйткені Alipay арқылы төлеген кезде ешқандай комиссия ұстамайды. Және возврат жасаған кезде тез түседі Alipay'ге ақша, яғни юан қайтып келеді. Ал сіз картамен төлейтін болсаңыз, ол кезде 3% комиссия ұстайды. Және возврат жасаған кезде кем дегенде бір күн күтесіз. Яғни возвраттың ақшасы түсуі. Alipay'ді қалай толықтыру жайында үйренгіңіз келсе, WhatsAppқа жазыңыздар. WhatsApp'та үйретемін барлығын. Посредниксіз юан алуды да жаңағы процентсіз төлеуде. Сол достар, осыны айтайын дедім. Сіздерге міндетті түрде осы жерде қадағалаңыздар. Не зат сатып алсаңыз да, Pinduodu қазір автомат түрде өздерінің карголарын ұсынып жатыр. Яғни өздерінің карголарын сол жерге автомат түрде белгілеп қойып жатыр. Кейбіреулер оны байқамай сразу тапсырыс беріп жүреді. И каргодан сұрап отырады ол тауарды. Каргом мен заказ берген карго мен тауарын жоғалтса әкеліп берген жоқ деп. А негізі ол кісі мына жерде осы адрестің қате кеткенін білмейді. Сондықтан міндетті түрде заказ берместен алдын осыны тексеріп алыңыздар. Мына жерде міндетті түрде сіз тапсырыс беріп жүрген каргоның адресі тұру керек. Егер жаңа автомат түрде Қазақстан адрес енгізіліп кетсе, оны алып тастап осыны өзгертіп қою керек болады. Содан кейін барып тапсырыс беру керек болады. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, достарыңызға бөлісіңіздер, арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.